Әлемдік тәжірибе көрсеткенде елді кәсіпкерлік дамымаса, онда экономикалық өсімнің де болуы мүмкін емес. Ал бизнес мемлекет қолдауы арқылы қарқынды дамиды. Бірақ қолдау дегеніміз тек қаржыландыру мен жеңілдіктер ғана емес. Кәсіпкерлер бір тұтас қауымдастық ретінде әрекет етсе, олардың мүдделері ескеріліп, қорғалады. Бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасалады. Қазақстанда бұл іспен 2013 жылдан бастап Атамекен Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы айналысады және біз бүгінгі сабағымызда аталмыш ұйым қызметіне кеңірек тоқталмақшымыз. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы міндетті мүшелікті қажет ететін континенталды үлгіде құрылған. Дәл осындай үлгі Батыс Еуропаның Германия, Франция, Италия, Испания секілді мемлекеттерінде бар. Палатаның қызметі заңмен реттеледі және мемлекет бақылауында болады. Атамекен кәсіпкерлер үшін не істейді? Алдымен соған тоқталайық. Біріншісі, олардың мүдделері мен құқықтарын қорғайды. Екіншісі, кәсіпкерлік белсенділікті және аймақтардағы қызмет жағдайларын бақылайды. Үшіншісі, кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламаларына қатысады. Төртінші, отандық өндірісті қолдайды және жергілікті сатып алуларға қатысу үлесін арттырады. Бесіншісі, біліктілігін арттырады және кәсіпкерлерге білім береді. Алтыншысы, экспорттаушыларға көмектеседі. Жетіншісі, бизнеске инвестициялар тартады. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының маңызды жобаларының бірі бастау бизнес. Соның арқасында елде мыңдаған адам кәсіпкерлікке бет бұрып жатыр. Бағдарлама аясында болашақ бизнесмендер кәсіпкерлік негіздері туралы қажетті білім мен бизнес жоспар дайындауға көмек алады. Сонымен қатар қаржы институттарынан бастапқы капитал алып, жобаларының қорғалуына қолдау табады. Проект «Бастау» он реализовывается с 2017 года. Его основной целью является вовлечение безработных, самозанятых и других категорий лиц, так называемых социально уязвимых категорий лиц, вовлечение в бизнес, в экономический оборот. В 2017 году у нас обучение прошло 15 тысяч, из них порядка 3000 человек, более 3000 открыли свой бизнес. В 2018 году мы обучили 28 тысяч человек, из них почти 8 тысяч открыли свой бизнес. В этом году мы обучаем 75 тысяч человек, из них на сегодняшний день порядка 15 уже открыли бизнес, мы ожидаем до конца года откроют еще где-то 1002-3. Бастау бизнес жобасына кімдер қатыса алады? Жоба өз бизнесін кеңейтуге ниет білдірген ауылдық жерлердегі жұмыссыздарға өзін-өзі жұмыспен қамтушылармен бизнесті енді бастап, оны кеңейткісі келетін кәсіпкерлерге арналған. Да, ограничения есть, не могут участвовать в программе действующие предприниматели, также не могут участвовать наемные работники. Все остальные категории, то есть те, кто является безработным, самозанятым, предприниматели до года, также, опять же, те, кто не работает, это члены многодетных семей, малообеспеченных семей, инвалиды и молодежь до 29 лет, они также могут участвовать в проекте обучения. Бастау жобасының мүшесі болу үшін кәсіпкерлер палатасының аймақтық филиалына, жұмыспен қамту орталығына немесе аудан әкімдігіне хабарласу керек. Обучение по проекту проходит в виде тренинга. В ходе обучения проходят основные это маркетинг, введение в бизнес, как вообще, с чего бизнес начинать, чем заниматься, как определить свою нишу, то есть востребована ли эта ниша. Кроме того, есть такие моменты, когда предприниматель не знает, с чего начать, и наши бизнес-тренера рекомендуют ему, то есть исходя из его опыта, навыков каких-то, то или иное направление. Кроме того, тестируют саму бизнес-идею на предмет, взлетит ли эта идея завтра. То есть будет ли спрос, нужен ли этот проект кому-то. Тренингті сертификаты бар 250 бизнес жаттықтырушыдан тұратын команда жүргізеді. Қатысушылар 30 адамнан тұратын топтарға бөлінеді. Бір ай ішінде болашақ кәсіпкерлер бизнес туралы барлық қажетті негізгі білімдерді алады.
Мысалы, бизнес жоспар құру, маркетинг, менеджмент, сату, бухгалтерлік есеп негіздері және басқалар. Оқуды бітіргеннен кейін комиссия алдында жобасын қорғаған қатысушыларға сертификат беріледі. Соның арқасында сіз 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі грантқа немесе қаржы институттарында жылдық 6% несие алуға өтініш бере аласыз. Ауылдық жерлерде тұратындарға несиелік серіктестіктер, микроқаржы ұйымдары және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры көмектессе, қаладағыларға даму кәсіпкерлікті дамыту қоры жәрдемдеседі. Основные направления бизнеса у нас в 2017 году были больше в сфере АПК, сельскохозяйственное, то есть это КРС, там, молочного, мясного направления. В этом году, так как мы начали обучать также в городах, и к категории обучаемых у нас добавилась молодежь, у нас где-то половина проектов всех профинансированных это в сфере услуг, в сфере торговли. То есть так как там входной билет, так скажем, в проект ниже, то есть стоимость проекта ниже и капиталовложение ниже, соответственно, легче открыть какой-то проект в сфере услуг. Бағдарлама қатысушысы өз ісін ашқаннан кейін Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы бір жыл бойы оны сүйемелдеп көмектеседі. Кәсіпкер палатаның аймақтық филиалында бухгалтерлік есеп, құқықтық және басқа мәселелер бойынша тегін кеңестер ала алады. Сонымен қатар бір жыл бойы кәсіпкер алынған қаражатты мақсатты пайдалану туралы есеп беріп отыруы тиіс. Можно отметить также те изменения, которые происходят у участников обучения. Можно сказать, что до обучения у некоторых из них есть ежедневнический настрой к госпрограммам, вообще к государству. После того, как они проходят обучение, у них появляется какой-то здоровый интерес начать свой бизнес. Меняется мышление, проходит такая трансформация взглядов участников обучения. То есть здесь важно отметить, что до обучения есть те, кто, допустим, является получателем различных адресных социальных пособий. После этого он, наоборот, становится налогоплательщиком, и тем самым он пополняет бюджет. Бастау бизнес жобасына қатыса отырып, сіз өзіңіздің жеке бизнесіңізді бастау үшін мықты мотивация мен пайдалы кәсіптік білім базасын, жобаны қаржыландыруға қолайлы жағдайлар мен мамандардың көмегін аласыз. Бастау бизнес арманыңыздың іске асырудың кілті. Сізге оңай бастама және жұмысыңызға сәттілік тілеймін.